Қасен ханның Асанғайға атануы. Асанғайғының шын аты Қасен хан екен. Ол 12 жасар бала күнінде Шүршіттің ханы Ежен хан қазақтарға айғырын кісінетпесін деп жарлық қылыпты. Егер далада жүріп қазақтың айғыры кісінесе, менің қорадағы биелерім құлын тастайды. Айғыры кісінегеннің басы айдауда, малы талауда болады депті. Жұрт мұны естіп, уайымға түсіп, күйзеліпті. 12 жасар Қасен хан халыққа: бұл үшін уайым жемеңдер, 40 желмая тауып беріңдер. Ежен ханға барып, бұл жарлығын қойдырайын, сөйтіп кеңшілік алып келейін депті. Ел болып желіп баланың айтқанын дайындап беріпті. Бала 40 мергенді ертіп, желмая мініп, Шүршіттің ханына жөнеліпті. Шағардың шетіне кіргеннен ақ уә деп үрген итті атай беріпті. Иттің иелері: бұның қалай? Жазықсыз итімізді неге атып қырып келесіңдер десе, біз Елубайдан келе жатқан елші, не арыздарың болса хандарыңа барып айтыңдар, жауабын ханың арқылы беремін деп жүре беріпті. Ханы: олар келсін, себебін сұрап біліп көрерміз деп Қасенді кісі жіберіп шақыртыпты. Олар келіп ханға жолыққан соң, хан: елші болғандарың қалай? Келе елімізді бөрліктіріп, ойран салғандары қалай дейді. Сонда Қасен хан бала: тақсыр, оның мәнісі бар. Кішкене күнімде әкем маған қой бақтырды. Далада жүргенімде қасқырлар келіп қамады. Сонда мен көмекке ойдың да итін шақырдым, қырдың да итін шақырдым, шақардың да итін шақырдым. Бір ит келіп ара түспеді. Сонда ант ішіп едім: ойдың да итін атармын, қырдың да итін атармын, шақардың да итін атамын деп. Сол сертіме жетейін деп ит біткенді қиратып атып келе жатқан жайым бар депті. Сонда хан: тентек шіркін, қазақтың мидай даласында жүріп сенің айқай салған даусыңды біздің шақардың иті қайдан естісін дейді. Сонда Қасен хан айтыпты: айғыр даусын қорадағы бие естіген жерден кісі даусын ит естімеуші ме еді? Қап, бала, мені табандатып ұрдың ау. Мен ұтылдым, қалағаныңды ал депті хан. Хан: олай болса, елімнің билігін өзіме берсең болады депті. Бар, бердім. Қазақ деген жұртқа өзіңді хан сайладым депті Ежен. Содан былай Қасен хан Асанғайға атанып кетіпті.